Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі қызық арнасы. Бүгінгі видеода сіз білмеген қызықты әрі пайдалы фактілерді көрсететін боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Әлемдегі ең аз тұрғынға ие мемлекет Ватикан. Бұл ел Римнің 1/4 бөлігін алып жатыр, және онда мыңға жуық адам өмір сүреді. Ватикан тәуелсіз мемлекет, онда тіпті евро монеталары әртүрлі дизайнға ие. Бұл ергежейлі елді Рим папасы басқарады. Ватиканның ауданы бар болғаны 0,4 шаршы шақырым. Тұщы судың 65%-дан астамы қатты күйде. Найзағайдың өзі өте ыстық. Оның температурасы 30.000 градусқа дейін жетеді. Бұл күн бетінен 5 есе ыстық. Адам мұрыны елеумен түрлі иісті сезіп, оны есте сақтай алады. Корей балалары жасы құжат бойынша әлемдегі өзге құрдастарынан 9 айға үлкен болады. Себебі олар сәбиді ана жатырында жатқан кезіндегі 9 ай уақытыда заңды түрде жас мөлшеріне қосып есептейді екен. Әлем бойынша Нигерия егіздері көп туылатын мемлекет болып саналады. Бүгінде әлем бойынша ең көп тараған есімдердің бірі Мұхаммед. Себебі мұсылман отбасындағы бірнеше балалы ата-ана тым болмаса бір баласының есімін Мұхаммед деп қояды. Колибри әлемдегі ең кішкентай құс. Колибри артқа қарай ұша алатын жалғыз құс. Ол сондай-ақ 4-5 мың метр биіктікке дейін көтеріле алады. Әйел адамда орташа есеппен 200 мың шаш бар. Мұндай қалыңдықтағы шаш 20 тонна жүкті көтере алады. Резина баллондардың өздігінен жойылуына 120-140 жыл кетеді екен. 300 жылдан кейін барлық жануарлардың 75% жоғалып кетуі мүмкін. Достар, видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған бәрі қызық арнасы.